Бәрінен сәлем, мен таңғы асқа жиі дайындайтын овсяна блиныйды енді шпинатпен дайындап көрдім. Өте дәмді, әрі түсі де күшті болып шығады екен. Ең алдымен 40 грамм овсянкаға 2 белок, 1 жылток, дәміне қарай тұз және 3-4 жапырақ шпинатты қосып, барлығын блендерда жақсылап араластырып аламыз. Сковородкамызды орташа отта қыздырып аламыз. Егер жабысып қалады деп ойласаңыз, капелька май тамызып, щеткамен жағып жіберуге болады. Қоспаны салғаннан кейін осылай блины қылып барлығын тегістеп жайып шығамыз. Бір жақ беті піскеннен кейін екінші бетіне аударамыз. Шамамен бір беті 3-4 минутта піседі. Дайын болған овсяна блиныға өзіңіз қалаған начинканы салсаңыз болады. Менде огурцы, помидор және сыр болды. Сырды мен микроволновкада ертіп жібердім. Сол кезде вообще күшті болады. Каналыма тіркеліп алыңыз. Мен дұрыс тамақтану арқылы салмақ тастап жүрмін және өзім дайындайтын ПП рецептермен бөлісемін.